Баршаңызға сәлем достар. Бүгін тәтті жақсы көретіндер үшін пайдалы десерт ПП трайфл дайындаймыз. Духовкасыз дайындалатын оңай рецептін видеоның соңына дейін қараңыздар. Және міндетті түрде дайындап көріңіздер. Корж дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаға сүт, ұн қосып араластырамыз. Консистенциясы қою болсын, сол кезде табада жақсы қалың құймақ шығады. Табаға кішкене май жағып массаны құямыз. Бір келкетіп жайып, екі жағын қызарғанша пісіреміз. Осындай қалың құймақ шықты. Крем дайындаймыз. Ол үшін жұмсақ сүзбе шені езіп, оған табиғи йогурт қосамыз. Осылай араластырамыз. Кішкене ванилин қосамыз. Дайын болған құймақты осылай блендермен ұсақтап аламыз. Ыдысқа осы ұсақталған құймақтарды саламыз. Оның бетіне крем жағамыз. Кремді бір келкетіп жағып болған соң, қайтадан ұсақталған құймақтарымызды саламыз. Соңында крем жағып, ерітілген шоколад құямыз. Қалауыңызша бетін кокосовый стружки, банан немесе үгітілген жаңғақпен әсемдеуіңізге болады. Өте дәмді пайдалы десерт ПП трайфл дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.